Qaraqalpaqistan özünчө мамлекет болобуз деп өтө чоң митинг кылышууда. Митингдин айынан 2000ден ашын адам каза болгон. Казакстан Каракалпакстанга жардам берүүнү аракеттенип жатат деген маалымат жайылууда. Видеого лайк басып, биздин каналга мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Каракалпакстандагы өтө чоң ачык кадрларды биз YouTubeга чыгара албайбыз. YouTube'дун эрежеси боюнча мүмкүн эмес. Биздин WhatsApp номерге жазсаңыз, албетте ал жактагы болуп жаткан ачык маалыматтарды сиздерге жөнөтө алабыз. Ассаламу алейкум, группалас. Қарақалпақтың жігіттері, қыздары, ағаларымыз, інілеріміз. Қазір хабар келді. Карим жаңағы Мұрзаев келіп, сол самолетпен қайтып обратно ұшқан. Журналистлер звондады мағанша. Көмек сұрап жатыр Россиядан. Аман Сағылдалаевқа да айту керек, бәрі жан жаққа жіберіңдер осы мен айтқан сөздерімді. Суларын жауып тастаған, полный су жоқ дейді, продукты юрында дейді. Суды полный жауып тастаған қазіргі моментте. Қырып атыр дейді. 150 деген юрында қазір. Мыңлаған адам өліп атыр дейді. Енді қазір хабарласып атыр. Жылап звондап атыр телефоннан. Бәрінің соткілерін басқа жат, связлар ешнәрсе жоқ. Тек журналистлердің бір нелеріміз бар еді, соларды шығып, бәрін айтып, осындай қылып не қылып атырды. Соң айтайын дегенім, бәріңіз шығып, осы мен айтқан сөздерім жіберіңдер бар жаққыларға. Көмек сұрап жатыр жан жақтан. Қайтып айтсам болады енді. Мен мынаяқтан енді түсіндіріп айта аламын ба, айта алмайын ба. Соң бәрі ауыл деген страш болып жатыр дейді, страшный болып жатыр дейді. Бәрін қырып, жойып, атып, жаңағы жарылатын жарғышларды лақтырып жатыр дейді. Бәрі қашып жатырған, қызық емес дейді. Алдына барғандай атып тастай берің, құрта берің деген не? Өзлері, соңғы кез білмеймін енді, басқа жақларым көтеріле ма, көтерілмей ма? Қазақстанның азаматтары, біздер өздерім личный Қазақстанның азаматымын, бірақ Қарақалпақпын. Бәріміз дайындалып отырмыз, тек бір ұрпақ тастап кетеміз ізімізге, бір баламды. Қалған 4 баламды, 5 баламды бәрін ертіп алып кетейін деп отырмын. Қарақалпақтар, көтеріңдер барыңыз. Құрметті қазақстандықтар, сәлем бердіктер, мен атым Жанна, мен правозащитницамын және активисткімін Атырау қаласының. Мен мына видеоны жазып тұрған себебі, мен шұғыл жазып отырмын. Себебі дейтін, қазір білесіздер, Қарақалпақстанда көтеріліс болып жатыр. Сол көтеріліске біздің Қазақстаннан жоңғар шалбар ғой, Насанжор, Назарбаев. Сол дейтін войсканы жіберейін жатыр. Қазақтардың войскасын Қарақалпақстанға, Қарақалпақстанның халқын басу үшін. Кім білмейді, мен сразу айтайын. Қарақалпақстанның халқы ол қазақтар. Қарақалпақстан ол Қазақстанның бұрынғы жері. Анда тұратын қиын қазақтар екен, мен өзім білген жоқпын. Кеше ана митингте сөйлегеннен түсіндім. Ылғи қазақша сөйлеп отыр да. Сондықтан мен айтайын дегенім, қазір мына видеоны барлықтарыңыз распространить етіңіздер. Ол біріншіден, екіншіден осындай видеоны жазып, бит жазуларыңыз болады. Мен қарсымын Қазақстанның жаңағы войскаларын неге жіберуге деп, Қарақалпақстанға жіберуге деп. Жай солай ғана жазсаңыз болды. Жарайды сол. Сосын мен айтарым қазір. Тоқаев, мен саған айтарым. Қазір войсканы жіберетін болсан, мен как раз Қазақстанды көтере алмай жүредім. Біз саған Қазақстанды көтеріп береміз, и сені қопарып тастаймыз. Болды, осы айтайын деген.